пайдасын біле жүрсек, кітап оқу адамның есте сақтау қабілетін және ойды дамытады. Көп оқыған адамның жады мықты және тез ойлап, тез қорыта алады. Мен Қайыржан Гаухар. Мен Марат Қабанбаевтың көптеген повестерін оқыдым. Марат Қабанбаевтың өте әсерлі повесті, ол Бауыр повесі. Ол өте әсерлі. Және ол жерде екі кейіпкер бар. Ол Манап және Қали. Манапты сипаттап келетін болсақ, ол өте мәдениетті және сабырлы және ақылды. Ал Қалиді сипаттап кететін болсақ, ол өте сотқар және тынымсыз бала. Ал Манап пен Қалидің ата-аналары кішкентай кездерінде қайтыс болған. Сондықтан Манап өте ол кезде жас еді. Сондықтан ол оқу керек еді. Ал Қали болса, ол жерде небәрі 4 жаста еді. Сондықтан Манап оны балалар үйіне тастауды мәжбүр болды. Өйткені ол жұмыс істеу керек және оқуы керек. Ал олардың бір-біріне көріспегеніне 11 жыл болды. 11 жылдан кейін Манап өзінің ісіне ұялып келді. Сондықтан ол Қали бірақ оны кешірмеді. Және өйткені оны балалар үйіне мәжбүрлікпен тастағанын білмеді. Сондықтан да оны мүлде көргісі келмеді. Бірақ Манап өзінің ісін мән-жайды түсіндіріп айтқан еді. Сондықтан Қали оны кешіріп, екеуі тату болды. Қали маған басына ұнамады, өйткені ол сотқар бала және тынымсыз, бірақ балалар үйінің мақтанышы. Және спортқа ол өте бейімделген бала. Бірақ небәрі ол 8-ші сыныпта оқитын еді. Манап болса, оны ондай жасқа келгенін және білмейтін еді. Бірақ ол мән-жайды балалар үйінің директоры айтып берген соң, ол барлығын түсінді. Сондықтан Қали оны кешірді және Манап екеуі бірге тату болды. Мен сіздерге айтқым келетіні, осы шығарманы көркем әдебиетін оқуларыңызды сұраймын. Және осы повесті де ұмытпаңыздар. Бұл повесте Бауыр жайлы айтылған. Бауыр баға жетпес байлық.